Бүгінде тұрғындар көбіне ұялы телефон арқылы интернет алаяқтарға алданып жатады. Түркістан облысының полицейлері сіздерге осындай алаяқтардан сақтанудың жолдарын көрсетеді. Сізге банктік картаңыз бұғатталғанын айтып, бұғаттан босату үшін бірнеше қызметтерді қосуды ұсынып, хабарласуы немесе SMS хабарлама жіберу мүмкін. Ешқашан белгісіз адамның айтқанын орындамаңыз. Тез арада тікелей банкке барыңыз, болмаса банктің шұғыл номеріне хабарласыңыз. Егер белгісіз тұлға сізден жеке куәлік көшірмесін сұрап немесе электрондық түрде фотоға түсіріп жіберуді өтінсе, сенбеңіз, өзіңізге ғана белгілі жеке мағлұматтарыңызды ешкімге айтпаңыз. Бұл жолы алаяқ сізге жазатайым оқиға орын алғанын, оны шешу үшін ақша керектігін айтып хабарласады. Мұндай кезде сабырлықты сақтап көз жеткізіңіз. Сізге хабарласып, түрлі сайт, банк жариялаған конкурстың жеңімпазы болғаныңызды айтады. Есіңізде болсын, банктік карточкаңызға ақша аудару үшін оның тек номерін білсе жеткілікті. Сондықтан басқа ақпараттарды ешкімге айтпаңыз. Оған қоса кез келген ұтыстар, сыйақылар жайлы аталған фирма, мекеме, банктердің ресми парақшасында орналастырылса ғана сенуге кеңес береміз. Алаяқтар жоғалған не ұрланған құжатты пайдаланып өзгенің атынан несие алуы мүмкін. Сондықтан өзіңізге тиесілі құжаттарға ұқыпты болыңыз. Ғаламтордағы түрлі сайттарды алаяқтар көбіне өздерінің тауарлары мен қызметтерін ұсынады. Сондықтан тексерілген сайттарға немесе тауарды алғаннан кейін ақшасын төлейтін жағдайларға ғана сеніңіз.